қарыздан шығудың төртінші қадамы. Бұл жаңағы 80-90% уақытыңыздың, энергияңыздың ақша табуға, табыс табуға жұмсалуы туралы. Алдында айтқандай, уақытыңыздың жаңағы айттық қой, 10-20% ғана қаржыға өтеді, қалған 80-90%-іңіз сіз енді қалай табыс табам. Сіз табыс табудың көзін ойлау керексіз. Жаңағы ана қарызды жабу үшін қайтадан қарыз алмау емес, қайдан қарыз алсам, тағы бір кредит алып жүрсем, тағы бір жерден қарыз алып қарыз жауып жүрсем емес, қазір табыс қайдан келеді? Ол айлық болуы мүмкін. Ол бизнестен түскен жаңағы пайда болуы мүмкін. Жұмыстың бәрін, уақыттың бәрін соған жұмсаймыз. Төртінші қадамда кәдімгідей отырып алып жазамыз. Менің қолыма не келеді? Бір. Менің қазір қолымда не бар? Екі. Қандай жаңағы имуществом қалды? Қандай активім бар? Мысалы, машина 800 мың тұратын машина болса, бір Camry десятка, оны қайтып 1,5 миллионға сату керек. Неғұрлым құнын көтеру үшін. Үйіңіз болса, оны қалай активқа айналдыру керек. Қолыңыздан келетін нәрсе, күштің бәрін соған жұмсаймыз. Бұл енді толығырақ жаңағы жеке тренингтарда, сабақтарда айтылатын дүние. Қазір ол 1 минуттың ішінде оның бәрін айтып жеткізу мүмкін емес.